Әке, рас айтам. Өзім бара алам ғой. Жабыстырғандарыңды алсаң, сен бүгіні барасың. Көріп қойдың ба? Ал егер менікі болмаса ше? Клинтон көшесіндегілер сенікі ме? Я, менікі. О, қарай көр. Жаңа кофе дүкені. Көрдің бе? Я, болады. Анаусы қалай айтылады? Көбік кеші. Көбік кеші? Қумашы. Бәрі кезекте тұр ма? Қарашы анаған. Я. Кофе дүкені ме әлде дискотека ма? Әке, заманның қылып кетіпсің. Кеше кешкісін тылсым жағдайлар көп орнағанын хабарлаймыз. Ақпарат бойынша бұл істі өрмекші адам өз қолына алды. Ай, өрмекші адам. Ол бет пердесін киіп алып күніне бір рет болсын пиу-пиу-пиу деп шады, жауапкершіліктен жұрдай, Я, әке, я. Ал ол арада жігіттерін бет пердесіз де өмірлерін қиюға дайын. Түрімізді жасырмаймыз ғой, солай ма? Әке, газды басқа достарым көріп қояды. Үлкен қабілет болса, үлкен жауапкершілік болады. Әке, қазір олай ешкім айтпайды. Бірақ оның жармалары қатты ұнайды. Жігіттер қараңдар. Майлды ұстап алыпты ғой. Полиция қызылдан өтетін беді. Иә, кейде. Бірақ әкең емес. Неге қайта орта мектепке оралмасқа? Бұған 2 аптаңды құрттың. Оны талқыламай қойсақ. Бұл мектеп тек элиталықтарға арналған. Элиталы? Ал мен тек қарапайым мектепте қарапайым адамдармен оқығым келеді. Қарапайым? Мыналар ше? Әлгі лотереяны ұтып алғандықтан ғана мен осындамын. Жо, балақай. Қабылдау тестінен өткендер секілді сен де өттің. Мұндай мүмкіндіктен айырылып қалғың келе ме? Көкең секілді болғың келе ме? Арын көкем неш жаман, ол керемет қой. Өмірде бәрінің таңдауы бар. Қайдағы таңдау, ол менде жоқ. Сенде жоқ. Сен жақсы көрем, Майлз. Я, білем әке. Шымаға дейін. Сізді де жақсы көрем де. Шынымен бе? Естігім келеді. Айтуым керек пе? Сізді жақсы көрем. Сабақтан кешіктім. Сізді жақсы көрем. Бәрі қарап тұр. Сізді жақсы көрем. Әке, сізді жақсы көрем. Қабылданды. Бауыңды байла.